Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздермен қолтықтағы жағымсыз иістен тез әрі оңай үй жағдайында қалай құтылуға болады, сол жайлы айтатын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Адам үшін терлеу ол табиғи процесс, бірақ та адамның денесінен шығатын жағымсыз иіс ол адамның жеген тамағына байланысты және де денеде болатын бактериялардың әсерінен болуы мүмкін. Оларды өлтіру үшін әрбір үйде табылатын ас содасын қолданамыз. Ең алдымен денеге тиіп тұратын киімдерімізді, яғни терлеген кезде киген киімдерімізді осы ас содасы арқылы бактериялардан тазалап аламыз. Ол үшін қайнап тұрған бір қазан ыстық суға 4 қасық ас содасын салып, соған киімдерімізді малып қоямыз. Әбден суығанда бірақ аламыз. Кейін жарты кесе жылы суға 1 қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. 2 мақта дискілерін немесе арнайы майлықтарды алып, осы суға саламыз. Су әбден сіңгенше күтеміз. Үстінен басып көмектесеміз. Біреусін бір қолтыққа, ал екіншісіне қолданамыз. 1 рет сүрткеннен кейін лақтырып тастаймыз. Бір қолтыққа қолданғаныңызды екіншісіне қолдануға мүлдем болмайды. Қолданар алдында осылай аздап суын сығып тастаймыз. Адам терлеу арқылы организмдегі артық шлактардан, токсиндерден құтылады. Сол кезде бактериялардың көбеюіне өте ыңғайлы орта пайда болады. Оларды ас содасы өте жақсы кетіреді. Қолтығымызды жақсылап сүрткеннен кейін 15-20 минут өткесін жылы сумен жақсылап жуамыз. Жуған жеріміз құрғағасын кез келген дәріханада сатылатын формидронды қолданамыз. Құтымызды ашып, жаңа таза мақта дискілеріне немесе майлықтарға құямыз. Әр қолтығымызға жеке-жеке болу керек. Осы майлықтармен жақсылап сүртеміз. Сүрткеннен кейін құрғатамыз. Құрғағасын өз жұмыстарымызбен жүре берсек болады. 1 күннен кейін осы процедураны қайталаймыз. Одан кейін 3 күннен кейін, 1 аптадан кейін, 1 айдан кейін тағы солай жасаймыз. Сол кезде жағымсыз иістен мүлдем құтыласыз. Ал егер қайталанып жатса, тағы осылай жасап көресіз. Ал ондай қайталап жүретін уақытыңыз жоқ. Міне қазір қонаққа бір жерге шығу керек болса, онда лимонды қолдансаңыз болады. Лимонды жақсылап жуып, жалпақтап, турап, қолтығымызды сүртеміз. Әсері 4-5 сағат бойына жалғасады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.